Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге жебе арнасы. Бұл сериалды бәріміз білеміз, сондықтан түсіндірудің қажеті жоқ, ендеше көп созбай тезірек бастайық. Алғашқы кадрда әуежайды тасап бара жатқан біз қайтадан Ки-хунды көреміз. Ал тұтқадағы дауыс 456 номер қайда бара жатыр, оның баратын жер жоқ еді ғой дейді. Бұл еркек денесінде құпия микрофон бар екенін сезеді. Оны тауып көзін құрту үшін әжетханаға барады. Және де бұл сәтті кішкентай бала көріп қояды. Біз Джунхоның ауруханада есін жиып жатқанын көреміз. Бірінші сезондағы оқиғаға 2 жыл өтіп кетті, ал қазір Джунхо жай ғана жол сақшысы болып жұмыс жасайды. Оның бұрынғы басшысы жұмысына оралуын сұрайды, үлкен қылмыстармен күресу үшін. Джунхо бұл ойындардың құпиялығына байланысты тергеу қызықсыз екенін түсінеді. Тергеу ешқандай нәтиже берген жоқ. Бұған бірнеше себептер болды. Суреттер мен видеолар жіберілмеді, арал табылмады, телефонда оқ ізін жасырып үлгерді. Жағдай тығырыққа тірелді. Джунхо бастығына полиция қылмыспен дәлелдер арқылы күреседі, ал патрульде жұмыс істеу оңайырақ екендігін айтады. Себебі мұнда дәлелдер айқын көрініп тұрады. Каскасы жүру, жылдамдықты асыру немесе басқа да заң бұзушылықтар. Сонымен қатар Джунхо ағасы Инхо оған оқ атқанын, жасырғанын мойындамады. Түнде жас жұп, сөнген жарықтары бар орынға кіруге тырысады. Қыз өзінің ақыл ойы бар екенін, жігіті түсінбегеніне ашуланып кетіп қалады. Бұл көріністі бақылау камераларынан Ки-хун қарап отырды. Ол отырған ғимаратты ойын жасаушылардан тығылу үшін арнайы спана етіп сатып алған. Кенеттен есік қоңырауы шалынады, бірақ камералардан ешкім көрінбейді. Ол тапаншасын алып кім екенін сұрайды. Жауап жоқ, бірақ есіктің астында таныс визитка жатады. Есікті ашқан кезде ол жүргізушіні көреді. Жүргізуші оған Савок пен Самвоның басын көрсетіп, осыны іздедің бе деп сұрайды. Бұл жай ғана түстегі қорқыныш, яғни түс болып шығады. 456-ның үйіне 1 маусымда одан ақша талап еткен бандит келеді. Ол тамақ, дәрі-дәрмек және жаңа жаңалықтар алып келеді. Таратушыны іздеу еш нәтиже бермегенін айтады. Ки-хун қатты уайымдайды. Өйткені шамамен 3 жыл бұрын дәл осы уақытта ол визитка алған еді. Егер ойындар әлі жалғасып жатса, жинақ уақыты келіп қалды. 456 бандитке тағы ақша беріп, көмекке адамдарды жалдауды тапсырады. Егер таратушы табылса, олар қосымша миллиард вон алатынын айтады. Басшы өз серіктерінің қасына көлікке отырып, Ки-хунмен болған әңгімені қысқаша мазмұнын айтып береді. Ер адамдар бұл іске күмәнмен қарайды. Бірақ басшы мұндай жеңіл жұмысты ақша үшін жасауға болатынын айтады. Сонымен қатар оған көптеген қарыз адамдар жұмбақ түрде жоғалып кеткендіктен, ол шығынға батып жатқандығын айтады. Айтпақшы, жеңіл деп аталатын бұл жұмыс ауқымды операцияға ұқсайды. Басшы визитка таратушыны тауып берген адамға 500 миллион вон ұсынатынын айтады. Джунхо бұл уақытта бос жатпаған. Суға құлап иығы жараланғаннан кейін оны бір теңізші тауып алып, оны құтқарып алған. Олар енді бірге жүзіп, ойындар аралын, немесе Джунхо телефонын жоғалтқан кішкентай аралды іздеп жүр. 2 жыл ішінде олар көптеген аралдарды зерттейді, бірақ әлі де ізге түсерде ешқандай белгі жоқ. Теңізші Джунхоға мен сенің өміріңді құтқардым, ал сен әлі багажыңды іздеп жүрсің бе деп жиі ұрсады. Жаңа келген бандиттерге таратушының сипаттамасы беріледі, және олар жұмысқа кіріседі. Бұл ауқымды операцияға ұқсайды. Таңертеңнен кешке дейін көптеген адамдар метроларда чемодан ұстаған таратушыны іздейді. Олар метродан нақты не тапқандарын жалпы чатқа есеп ретінде жібереді. Бұның барлығын Ки-хун көлікте отырып бірнеше құрылғымен бақылайды. Бұл уақытта Джунхо мен теңізші аралдарды зерттеуді жалғастырады. Бірнеше апта өтеді. Бір кеште капитан ауа райының нашарлағанын айтып Джунхоға қайтуды ұсынады. Бірақ Джунхо бұл істі мүлде доғару керектігін айтады. Теңізші, енді мен Джунхоға керек емеспін деп аздап ренжиді. Бірақ Джунхо кейінірек келіп тұруға уәде береді. Сонда теңізші оған балық аулау ісіне қосылуды ұсынады. Тіпті полициядағыдан көп төлеуге уәде береді. Бандит басшысы метроның ішінде қол астындағылармен бірге тамақтанып отырады. Қызметкерлер бұл істің бос уақыт жұмсау екендігін айтып, Ки-хунның есінен адасқанын меңзейді. Алайда басшы бәрі бекер емес екеніне сенеді. Олар сөйлесуді тоқтатады, себебі басқа пойыз тармағынан дыбыс естіледі. Таратушы жаңа ойыншымен бірге таджи ойнап жатыр екен. Бандиттер дереу Ки-хунға хабарласып, таратушыны тапқандығын айтады. 456 оларға оны қадағалауды тапсырып, өзі жолға шығады. Сол сәтте біз 2 жаңа ойыншыны көреміз. 22 және 333. Бір жігіт визитканы қарап тұрса, қыз оған әйелдер консультациясынан қоңырау шалған, бірақ ол жауап бермеген. Таратушы ерекше әрекет етеді. Ол тоқаштар мен лотерея билеттерін сатып алып саябаққа барады. Ол үйсіздерге таңдау ұсынады, тоқаш немесе лотерея билеті. Көпшілігі лотерея билетін таңдап аш қалады. Барлығына билеттерді таратқан соң, таратушы тоқаштарды әдейі жерге тастап, оны аяқтармен мыжғылап, тоқаштарды мен емес, сендер тастап жібердіңдер деп айғайлайды. Ки-хун қатты жылдамдықпен жүріп, жол қозғалысы ережелерін бұзады. Оны Джунхо мен оның жаңа серіктесі тоқтатады. Жағдай кездейсоқтыққа толы. Джунхо көлікке жақындағаннан кейін Ки-хунға күмәнмен қарайды.
Ол серіктесіне жүргізушін тексеруді тапсырады. Серіктесі көліктегі жүргізушінің кім екенін анықтап, Кихунды бірден таниды. Бандиттер таратушыны тар көшеде қуып жетіп, оны бұрышқа қысады. Алайда таратушы оларды балалар сияқты жеңіп тастайды. Сол уақытта Кихун оқиға орнына келіп достарын таппайды, ал басшының телефоны байланыс аясынан тыс жерде екенін біледі. Джунхо болса Кихун жайлы ақпараттар іздей бастайды. Ол Кихун мінген көліктің компанияға тіркелгенін анықтап, белгісіз мекен-жайды табады. Бұл уақытта таратушы бандиттердің көздерін шешіп, оларға бірден екі ойын ойнауды ұсынады. Тас, қайшық қағаз және орыс рулеткасы. Бірақ тас, қайшық қағаз ойынын олар екі қолмен ойнау керек. Жеңілген ойыншы пистолеттен бір оқ алады. Бірнеше раунд өткеннен кейін таратушы ойында жалықтырып жіберді деп, барабанда бір бос ұяшық қалдыруды ұсынады. Қорқыныш салдарынан жас жігіт қателік жасап, екі қолына да тас таңдайды. Ал басшының бір қолында қайшы, екіншісінде қағаз бар болып шығады. Таратушы жас жігітке бір қолын алып тастап, қозғалысты аяқтауын ұсынады. Бірақ басшы жас жігіттің өмірін құтқару үшін бұл әрекетті жасаудан бас тартады. Бұрынғы көріністерден ер адамдардың арасында жылы қарым-қатынас бар екендігі байқалады. Тіпті басшы жас жігіттің үйлену тойын өзі басқарған. Бірақ та ойынның ережесі өзгермейді. Жеңілген адам ойыннан шығады. Джунхо бұл уақытта терезеден ішке кіріп, күндіз бандиттердің таратушы туралы жиналыс өткізген жеріне түседі. Онда ол Кихунға тиесілі жаңа мотельдің мекен-жайын көрсететін құжаттарды табады. Бұл мотель қызғылт мотель деп аталады. Джунхо сол жерге бірден аттанады. Кихун болса үйінде отырып, мотельдің белгісінің жанып тұрғанын байқайды. Іште біреудің бар екендігін сезіп, тексеруге барады. Белгілі болғандай, іште таратушы бар екен. Таратушыны енді барлығы Мырза Сон деп атайды. Ал оның суық мінезі бұл атауға толық сәйкес келеді. Ақыры Кихун 3 жылдан бері мазалаған басы сұрақты қояды. Сен кім үшін жұмыс істейсің? Кихунның басты мақсаты ойындарды тоқтату. Ал таратушы, яғни Мырза Сон, өзінің қалай осы ойындардың қызметкері болғандығын айтып беруге дайын. Бірақ ол әңгімені бастамай тұрып, Кихун оның бастығына жетуді талап етеді. Соған қарамастан таратушы өз тарихын айтып береді. Ол жастық шағында мәйіттерді жоятын жұмысшы болып жұмыс істеген. Өзін тек қоқысты және әлеуметтік қалдықтарды өртеп жатырмын деп сендірген. Бір күні ол жоғары лауазымға ие болып қару беріледі. Оның алғашқы тапсырмасы ойыннан шығып қалған ойыншыны өлтіру еді. Бірақ ол ойыншы оның туған әкесі болып шықты. Әкесін атып өлтірген соң, бұл жұмыстың өзіне сай келетінін түсінеді. Кихун бұл әңгімеге ашуланып, таратушыға тағы да ит деп атап, оны қожайынға адалдығын мазақ етеді. Бұған жауап ретінде таратушы оған орыс рулеткасын ойнауды ұсынады. Тек барабанда әр айналым сайын бұрусыз және соңына дейін ойнау шартымен. Ойын барысында таратушы Кихунды әдейі ашуландырып, мазақ етеді. Екі оқ қалған кезде Кихунның кезегі келеді. Таратушы оның ойларын болжап, сен мені 2 рет атып, қалтадағы шақырту визиткасын алып кеткің келеді дейді. Бұл Кихунды да қоқыс етіп көрсетеді. Кихун біраз ойланып отырып, батылдықты жинап, тұтқаны басады. Бірақ оқ шықпайды. Бұл келесі оқтың міндетті түрде өлімге әкелетінін білдіреді. Кихун енді таратушыны мазақ етеді. Ол тапаншаны таратушыға қайтарады да, мені өлтіре аласың, бірақ ең алдымен өзіңнің ит екеніңді мойындауың керек дейді. Сен тек қожайынның алдында құйрығын бұлғандайтын итсің дейді. Таратушы ойынды күлімсіреп аяқтайды. Осы уақытта Джунхо мотельдегі бөлмелерді қарап шығады. Ақырында ол жас бандитті байлаулы және жартылай жалаңаш күйде тауып алады. Одан Кихунның қайда екенін сұрайды. Мырза Сон таратушының қалтасынан шақырту визиткасын табады. Бірақ сол сәтте бөлмеге полицей кіреді. Ол Кихунның тұтқындалғанын хабарлайды. Бірақ бандит күтпеген жерден полицейді өрт сөндіргішпен есінен тандырады. Көріністен белгілі болғандай, бандит Кихунды алғаш рет көріп тұр. Бірақ ол туралы естіген. Ол өзін Чоусон деп таныстырады және өзінің кім екенін түсіндіреді. Таратушының мәйітін көрген кезде қуанады, бірақ бастығын қайтара алмайтынына ашуланды. Бізді осы кезде автотұрақтағы аттракционер саябағының жанында көлікте ұйықтап жатқан қызға ауыстырады. Қауіпсіздік қызметкері бұлай жасаудың қауіпті екендігін айтады. Бірақ қыз бұл жерге жақын жұмыс істейтінін, оған осылай ыңғайлы екендігін айтады. Сон таратушының қанын жуып жатқанда Джунхо есін жинайды. Кихун оны танығанын мойындайды. Джунхо Кихунмен 2 рет кездескенін және өзінің ағасын іздеп қызғылттарға қалай кіргенін айтып береді. Кихун бастапқыда Джунхоға сенімсіздікпен қарайды, бірақ Джунхо Инхо туралы сұрағанын еске салады. Джунхо бөлмедегі мәйіттің кім болғанын және не үшін өлтірілгенін сұрайды. Кихун жауап береді. Бұл тек ойынның нәтижесі екенін айтады. Джунхо Кихунның әлі де ойындарға қатысып жүргеніне қатты таңғалады. Бірақ Кихун тек ойындарды аяқтау үшін әрекет етіп жүргенін түсіндіреді. Джунхо өз көмегін ұсынады, бірақ Усон оған сенбейді. Кихун болса Джунхоға сенеді және тіпті өзінің қару-жарақ сақталған арсеналын көрсетеді. Ол Джунходан жұмысын тастауын өтініп, қаржылық қолдау көрсетуге уәде береді.
Джунхо Инхоның енді ойындардың басшысы екенін мойындауға батылы бармайды. Біз кенеттен карнавалға көшеміз. Мұнда адамдар түрлі түсті костюмдер киіп, сабын көпіршіктермен ойнап, тамақтанып жүр. Бұл күн кәдімгі қалалық мереке сияқты көрінеді. Осы жерде қызғылт қоян костюмдегі кейіпкер кішкентай қызға кәмпит ұсынады. Қыз қуанып қалады. Қоян грим бөлмесіне кірген кезде оның машинада ұйықтаған қыз екенін білеміз. Кішкентай қыз қоянды бақылайды және оған алғыс ретінде суретін бермекші болады. Бәрі сол сәтте маскаларын таға кетті. Ереже бойынша олардың түрлерін ешкім көрмеу керек. Бірақ бұл сәтте бөлмеге шошқа костюміндегі жігіт кіріп, жұмыс жағдайына шағымдана бастайды. Қыз күтпеген жағдайдан жылап жібереді, бірақ оны әкесі тауып тыныштандырады. Қоян әріптестерінің кішкентай қыздың суретші әкесі туралы айтып жатқандарын естиді. Әкесі суреттерін сатып күн көреді екен. Қыздың қатерлі қан ауруына шалдыққаны және қымбатқа түсетін сүйек кемігін ауыстыру қажет екені белгілі болды. Кихун бұл уақытта алыста Сабёктың інісі Чхольды бақылап тұр. Чхоль мектептен немесе достарынан қайтып келіп, анасымен бірге кешкі ас ішуге кіріседі. Кихун бұл көріністі жылы сезіммен қабылдайды. Осы сәтте адам тасымалдау агенті Кихунға Сабёктың анасының жақында түрмеден шыққанын және оны оңтүстікке көшіруге мүмкіндігі бар екенін айтады. Кихун қажетті мекенжай мен телефон номерін береді. Агент Сабёктың анасына өзіне байланысты екендігін айтып, қосымша ақша алудан бас тартады. Осы агентке қызғылт қоян әйел де келеді. Ол солтүстік Кореядан қашқан және офицерді атып кеткен болып шығады. Оның 1 жасар қызы қандай да бір себеппен сол жақта қалып қалған. Агент қызға көмектесуден бірден бас тартты. Тіпті ақша да алмайды. Себебі ол мұндай әрекеттерді бірнеше рет жасап көрген және мұның мәні жоқ деп санайды. Кешкісін ол көлікте дәрі ішеді, ал терезені біреу қағып жатқан кезде көлікті айдап кетуге дайын еді. Осы сәтте оған біреу визитка ұсынады. Нөмірді теріп, ол кездесу орнын анықтайды. Чунхо зиратта анасымен телефон арқылы сөйлесіп тұрады. Ол бұрынғы әйелі Инхоның зиратына келгені белгілі болады, себебі ол қайтыс болған. Анасы мен полиция офицері Чунхоның дәл осы жерде пайда болатынын болжайды. Кешкі ас кезінде анасы мен ағасы Инхоның хабарсыз кеткенін талқылайды. Анасы өзін кінәлайды, өйткені Инхо оның туған баласы болмағандықтан өзін аз жақсы көреді деп сезді деп ойлайды. Чунхо анасының кінәсі жоқ екенін айтып, оны жұбатады, себебі Инхо есейген адам және өз өмірін өзгерткен шешімдерді қабылдаған. Және ол да өзінің ағасы үшін уайымдайтынын айтады. Қоян жұмыстан шығу туралы өтініш жазып, саябақтан кетіп бара жатқанда қызды ауруханаға әкетіп жатқанын көреді. Әкесі қасында жүр. Осындай аласапыранда қыз баланың бас киімін түсіріп алғанын байқайды және кешке қарай оны жасырын түрде әкеп береді. Мырза Сол мен Ко ойындарды аяқтауға арналған операцияны мұқият дайындады. Кихунның тісінен GPS орнатылған, ал Сон күшті жауынгерлерді жалдап, олардың жаттығу алаңындағы қабілеттерін тексерді. Жалғыз қалған Кихун қызына қоңырау шалғанмен ештеңе айта алмады. Ол жақсы әке бола алмады. Жоспар бойынша кездесуге келіп, ойын жүргізушісін бақылау керек. Чунхо көлікте қалады, себебі оны танып қалуы мүмкін. Кихун мен Усон клубқа барады. Бір сәтте бізге қараңғы жерден көрсетілген адамды бәріміз біз жүргізуші деп ойлап қаламыз. Алайда дәл сол кезде қызғылт жүргізуші Кихунға жақындап, үнсіз еріп жүруге шақырады. Кихун клубтан шығып люмизинге отырды. Бірақ люмизинде жүргізуші емес, шошқа кепінде динамик тұрды. Сол арқылы жаңа ойын ұйымдастырушысының дауысы шықты. Люмизиннің артынан қуғын басталады. Кихун ойын ұйымдастырушылармен болған жағдайға ашуланып, бұл ойындарды мәңгілікке тоқтатқысы келетінін айтады. Әңгіме барысында тағы да бірнеше пікірталастар кетеді. Біреулері ойындарды жаман дейді, біреулері олар өз еркімен келді дейді. Бұл арада ойын ұйымдастырушылары керемет шеберлікпен қуып келе жатқан 3 машинаны артқа қалдырады. Кихун жағдайдың күрделі екенін түсініп, тағы да сол ойынды ойнағысы келетінін айтады. Ол ұйымдастырушыларға әлемнің тек олардың ережелері бойынша емес, өзгеше дамитынын дәлелдегісі келеді. Бұл әрекет VIP көрермендерге қызықты болады деп сенеді. Люмизинге ұйықтайтын газ шашылады. Терезе ашылғанда жаңағы жүргізуші алдыңғы жолаушы орнында отыр екен. Ол 456-ны қарсы алып, онымен сөйлеседі. Бұл диалогты жасырын тыңдап отырған Джунхо өз жоспарының Б жоспарына көшуін бұйырады. Қоян қыз кездесуге келді. Онда 3 жүк көлігі тұрды. Әрқайсында контейнерлер бар, ал олардың ішінде бөлмелер жабдықталған. Ол 11-ші нөмірлі бөлмеге кірді. Қоянды бақылай отырып, қызғылттардың аралға қалай жеткенін білдік. Айтпақшы қыз 3 бұрышта. Джунхо тағы да таныс теңізші досының көмегіне жүгіреді. Кихунның тісіндегі GPS координаттары арқылы аралға жету үшін оларға Усон жалдаған адамдар да қосылады. 456-ны ойында 456 ретінде қалдырады. Ол қоғамдық жатақханада оянады. Төменге түсіп бара жатқанда Сочи оған бұл жерде күресудің қажеті жоқ екенін және мұнда оны бұл дүниеден кетпеген адамдардың рухы алып келгенін айтады. Әңгімелерін кіріп келген қызғылттар бөліп жібереді. Қайтадан ойын ережелері түсіндіріледі, бірақ оған қатысушылар сенбейді. Оларға алдыңғы ойындардың бейнелерін көрсетеді. Бұл жолы бір ана мен баланың бір ойынға түскені анықталады. Әйел үлкен қарыздарын өтеу үшін келген екен.
Қатысушылардың арасында түрлі адамдар бар. Біреулері форма түсіне көңіл толмайды, басқалары аяқ киімдерін жоғалтып аламыз ба деп қорқады. Бұл жерде 333 номерлі ойыншы, криптоинвестор және блогер. Оның кесірінен көптеген адамдар ақшасынан айырылған. Ал олардың арасында соның кесірінен зардап шеккен адамдар да бар. Сонымен қатар 10 миллиард қарызы бар қария да бар. Ол мұны мақтан тұтады, себебі анау-мынау адамға 10 миллиард қарызы ешкім бермейді. Келісімге қол қоймас бұрын қатысушыларға жаңа ережелер туралы хабарлайды. Қазіргі ережелер аздап өзгеріс енгізілген. Ойындардың тоқтатылуы туралы дауыс әрбір ойыннан кейін өтеді. Және де ақша теңге бөлінеді. Алдыңғы маусымда ойыншылар бас тартқан жағдайда ештеңкесіз кететін еді. 230 номерлі күлгін шашты және Намгю есімді 24 номерлі ойыншылар 333 номерлі ойыншыны бірден танып, оны инвестициялық кеңестер үшін кінәлай бастайды. 333 шешім қабылдау сендердің қолдарында екенін әр роликте ескерттім деп айтады. Күлгін шашты 333-ке соққы бермек болды, бірақ Намгю оны тоқтатты. Осы кезде теңізші Джунхо іздеуді жалғастыратынын түсініп, ойынға қатыспақ болғандай әрекет етеді. Полицей болса ойыншылардың табылған заттармен бөлісіп, іздеуді ары қарай жалғастыратынын айтады. Координаттарға сүйенсек, олар іздеген арал жақын жерде. Ойыншылар суретке түсіру кезеңінен өтеді. Сол сәтте бір ойыншы 230 номерлі қатысушыны рэпер Танс ретінде танып, онымен суретке түскісі келеді. Мұны естіген басқа ойыншылар да суретке түсуге сұрана бастайды. Олар ойын камерасын пайдаланбақ болады, өйткені телефондарын тартып алған. Оларға бірақ тыйым салады. Танс ойыннан кейін барлығына сурет беремін деп уәде береді. Анасы ұлына ойыншылардың біреуі туралы сұрақ қояды. Анау еркек пе әлде әйел ме деп. Ал баласы оған трансгендердің, яғни Амилайдың кім екенін түсіндіріп береді. Анасы бұндай болу мүмкін емес деп сенбейді. Баласы оған жай сөйлеуін өтінеді. Қайтадан жарқын кадрларды көреміз. 456-ны бұрынғы танысы 390 қуып жетеді. Соңғы кездесулерінде 456-ға қарыз бермеген. Әріптесінің аты Дженбе. Дженбе одан не үшін жоғалып кеткені туралы сұрайды, және де анасының өлімі жайлы бұрынғы әйелінен естіген екен. Ол оны тоқтатып, бұл ойындарда менің қасымнан шығушы болма деп қатаң ескертеді. 390 түсінбей таңырқап қалады. Негізінде оның бизнесі күйіп кеткен, және де ол әйелмен ажырасып кеткен, сондықтан ол осында тап болды. Ойыншылар таныс қуыршақ пен декорациялар бар алғашқы ойынға келіп үлгерді. 230 номерлі ойыншы ақымақ, ол 196-ға қырыңдап күлімсірей береді. Бұл кезде Кихунның тісіне орнатылған маяк белгісі ұйымдастырушылар үшін жемтік ретінде пайдаланғаны анықталды. Ұйымдастырушылар оны тауып кездейсоқ балықшыға тастаған. Кихун аспанда дронды көрмеген соң тісін тексеріп тағы да ойынға тап болғанын түсінеді. Осы уақытта ойын бастауға дайын екені туралы хабарлағаннан кейін жүргізуші орнын босатып, оның орнына 4 бұрышты келеді. Қуыршақтың даусы ойын ережелерін хабарлаған кезде Кихун бәріне қатаң түрде қозғалмауды айтады, әйтпесе өлетіндерін айтады. Адамдар оған әрине сенбейді. Бірақ Кихун нағыз басшы ретінде қуыршақ әнін тоқтатқан сайын оларға тоқтаңдар деп айғайлап отырады. Ал жүргізуші болса әдеттегідей ыстық сусын құйылған бокал мен үлкен экранның алдында болып жатқан оқиғаны қарап отырады. Бәрі жақсы өтіп жатқандай көрінген еді, бірақ 196 ойыншыға ара қонып, ол қорқып, қозғалып кетеді де ойыннан шығады. Барлығын түсініп қатты қорыққан адамдар тағы да қашуға тырысады. Көп адамдар ойыннан шығады. Атушының бірі қоян қыз екені анықталды. Қолайлы сәтті пайдаланған таныс үлкен кеудесіндегі крестке жасырылған түрлі түсті тыныштандыратын дәрілерді қолданды. Жалпы айтқанда енді адамдар мүлдем қозғалуға қорқады. Кихун бәріне уақыт шектеуі бар екенін ескертіп, паровоз әдісімен жылжуды ұсынады. Ұлы анасын артқа тығып қорғайды. Қоян қыз өзінің тапсырмасын орындау кезінде 246 номерлі ойыншыны байқайды. Ол әлгі суретші, оның қызы дәл қазіргі сәтте ауруханада жатыр. Тыныштандыратын дәрілер әсер етіп, таныс көңілді түрде алдыңғы 3 ойыншыны итеріп жібереді. 444 номерлі ойыншының аяғынан атады. Әрине ол одан өлмейді. Ол Кихуннан көмек сұрайды. Кихун мәреге жетіп қойған еді, бірақ сонда да ол қайтып келіп ананы құтқарғысы келеді. Кихун оны көтеріп жатқан кезде, әлгі трансгендер келіп оған көмектеседі. Ол 120 номерлі сәл уақыт қалған кезде олар сызықтан өтіп үлгереді. Қоян қыз 444-шіні сонда да атып өлтіреді. Ол ойыннан шығып кеткен. Жай ғана ол өзінің жұмысын орындады. Ал оның әріптестері оған ашуланады. Осылайша ойынның бірінші бөлімі аяқталады және видеоның да бірінші бөлімі аяқталады. Келесі кездескенше.